Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қашықтықтан оқытудың 3-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ағаштың суретін саласың. Пешім тарту иттему бүгінгі күнді тақырыпты жазамыз. Сәуірдің 10-ы ағаштың суретін саласың. Сабағымызды көркем жазумен бастаймыз. О әрпі. О, volt, ол, ор, он, сұрақ, ош. Видеоны паузаға қойып, дәптерге жазамыз. Жазып болдық па балалар? Жарайсыңдар, өте жақсы, тамаша. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жаңа сөздерді үйрену және ның, дың, тың жалғауларын жалғауға үйрену. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Күн, ай, ағаш, сурет салу. Повторяем за мной. Менімен бірге қайталаймыз. Күн, ай, ағаш, сурет салу. Дәптерімізге жаңа сөздерді жазамыз. Пишем новые слова. Күннің суреті. Айдың суреті. Ағаштың суреті. Повторяем за мной. Күннің суреті. Айдың суреті. Ағаштың суреті. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Есте сақта, запомни. Мен сурет саламын. Сен сурет саласың. Ол сурет салады. Запомнили? Өте жақсы, есте сақтадық па? Жарайсыңдар балалар. Оқылым, диалогты оқы. Сәлем, Әлібек. Сәлем, Анел. Әлібек, мынау ненің суреті? Бұл айдың суреті. Әлібек, мынау ненің суреті? Бұл ағаштың суреті. Енді видеоны паузаға қойып, диалогты өзіміз оқимыз. Екінші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып жаз. Вместо рисунка мы пишем слова. Жазып болдық па? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Молодцы, ребята. Үшінші тапсырма. Сөйлемді толықтырып жаз. Мен сурет саламын. Окончаниені жалғауды қойып жазамыз. Өте жақсы балалар. Тақырып түсінікті болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Балалар, бүгінгі видеороликте жасаған тапсырмаларыңызды маған жібереміз.